Сәлеметсіз бе? Менің каналыма қош келдіңіз. Қазақтың киелі де қасиетті аспабы домбырада кез келген қазақтың халық әнін немесе дәстүрлі әнін шырқап үйренгіңіз келсе, менің сабақтарымды толық көріңіз. Мен бүгін сізге туған жер туралы жүрегім дүрсіл қағадау атты қазақтың керемет әнін үйретемін. Және де кез келген әнді тартқанда ортаны қалай ұстау керектігін үйретемін. Ендеше ең алдымен ортаны қалай басу керектігін үйренейік. Менің орта деп айтып жатқан нәрсем бұл 6 мен 4-тің арасында ойналатын нәрсе. Ол барлық әнде болады. Кейін үйренетін әндеріңізде де бұл орта, яғни біз бұрын үйренген әндерде біз үнемі ашық там та там 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 та там там дәл осылай 8 қағысты жылдам қағысқа салдым. Дәл қазір осы 8 қағысты ашық, ешқандай пернені баспай жасайтын тұғымыз. Ал ортаны басқан кезде сол 8 қағысты осы 6 мен 4-тің арасында ойнаймыз. Яғни мен бірінші 4 қағысты салып көрген, негізі болған үнемі 8 қағыс саламыз. Бірінші 4 қағысымызды, бірінші ашық там, мен түстім төмен қарай, алма кезек барлық қағысымыз, және екінші, үшінші қағыстарымызды кіші саусақпен 6-ны басамыз. Ал бас бармақ 4-тің жоғарғы жағындағы пернені басады, тек мынаны ғана басады. Дәл осылай қолдарымыз тұру керек, 2 саусақ. Одан кейін дәл осылай 2 қағыс жасаймыз. Біз жаңа бұлай тарттық ашық, енді бұлай және бұлай. Міне осылай 2 қағыс. Ал 4-ші қағысымызға келген кезде біз бас бармағымызды жібереміз де, ал мына домбырадағы атауы 4-ші саусақ, осымен 6-ның жоғарғы жағындағы пернені баса саламыз. Міне ең жаңа біз 2 саусақты, 2 қағысты дәл осылай жасадық. Ал одан кейінгі 4-ші қағыста бас бармақты жібереміз және 4-ші саусақпен 6-ның жоғарғы жағындағы пернені басамыз. Яғни жалпы 4 қағыс там, 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 там. Дәл осылай бірінші ашық, одан кейін бас бармақпен кіші саусақты қоямыз, 2 қағыс жасаймыз там, там. Ал 4-шісіне келгенде біз 4-ші саусағымызды дәл осылай қоямыз, 6-ның жоғары жағындағы пернені басамыз және 4-ші қағыс там. Енді ары қарай үйренейік. Бұл жерде 8 қағыс болу керек деп айттым. Біз 4-еуін үйрендік. Там, 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 там. Енді қайтадан дәл жаңағы орнымызға келеміз, келесі жалғастыру үшін. Дәл жаңағы орнымыз, міне 4-тің жоғарғы жағындағы ішекті бас бармақпен жаптым және 6-ны кәдімгідей кішкентай саусағымызбен жаптым және осы жерге 3 қағыс. Там, там, там. Және тағы да 4-ші қағысымызды біз жауып қаламыз, бас бармақты жібереміз. Ал мына саусағымызбен, 4-ші саусағымызбен біз мынау 6-ның жоғарғы жағындағы ішекті басамыз. Яғни жалпы тартқанда там, 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 там. Және соңында нүкте болса, тағы да дәл осылай тұрып там деп бітіре саламыз. Яғни жалпы тартқанда біздің 8 қағысымыз былай болды. Бірінші ашық там, одан кейін 6-ға кіші саусақ, бас бармақ, 4-тің жоғары жағындағы ішек, 2-ші, 3-ші қағысты осылай жасаймыз. Там, там. Ал 4-ші қағысымызды бас бармақ алынады да, мына 4-ші саусағымыз 6-ның жоғары жағындағы ішекті басады. Там. Және бұл 4-ші қағыс кетті. Енді 5, 6, 7-ші қағыстарымызды қайтадан жаңағы орнымызға барамыз. Үнемі кішкентай саусағымыз тұра береді, ал бас бармақ 4-тің жоғарғы жағына барады да, қайтадан 3 қағыс жасаймыз. Там, там, там. Және тағы да 4-ші қағысқа келген кезде мына бас бармақты жіберіп 4-ші саусақпен 6-ның жоғары жағындағы ішекті баса саламыз. Яғни жалпы там, 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 там. Дәл осылай 8 қағыс ортаны басқанда тартылу керек. Егер оны біз тез қағысымызға салатын болсақ, тез қағысымыз өте оңай. Оны біз бұрын там, 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 там ұмытпаған боларсыз деп ойлаймын. Осыны енді там, 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 там есіңізге сақтап алыңыз. Тек дәл жаңа тартқан нәрсемізді тез тарта саламыз, болды.
яғни бірінші кәдімгідей ашық там, кейінгі үшеуін тез тартамыз. Там, там. Одан кейін кідіріп, яғни бірінші рет тоқтадық, 4 қағыс тарттық, енді екінші 4 қағыс тартамыз. Там, және төртіншісі там. Осылай басылады. Жалпы ортаны осылай тартамыз. Барлық әнде мен сіздерге ашық 4 қағыс, ашық 8 қағыс дегеннің барлығын осы әуенге, осы ортаны басып саламыз. Ортаны тартып үйренуге саусақтарым жетпей, домбыраны дұрыс ұстай алмай жатқан болсаңыз, сізге айтарым, домбыраны барынша еркін ұстаңыз. Домбырада қолыңыз еркін жүретін болсын, және бір пернені басып, екінші пернеге тез өтетіндей болсын. Осылай қолыңызды еркін ұстасаңыз, саусақтарыңыз өзі-ақ жетеді. Ал енді әнімізге көшейік. Біздің әніміз туған жер екінші аты, ал бірінші негізгі аты жүрегім дүрсіл қағады-ау. Бұл әнді барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын. Ең бірінші куплетінің сөзі: алыс кетсем мен сені аңсап жүрем. Осы сөздерді енді домбыраға салайық. А дегенді бірінші үшке барамызда бір қағыс жасаймыз. Байқап отырсаңыз, мен 3 дедім. Яғни бұл ән жалпы екінші жаттығуға жатады. Енді 3 бар екенін білдіңіз, екінші жаттығуға жататынын білдіңіз. Енді қалған пернелердің барлығын сол екінші жаттығуға салған сияқты тартып кете бересіз. Мінекей, бірінші бір қағыс 3-ке. Одан кейін лыс деген сөз 4-ке барамыз. 4-ті осылай басамыз. 2 саусақтап тартқанда сіз білесіз деген ойдамын. Бір қағыс лыс. Және кетсем деген 6-ға барамыз. 6-ны былай тартамыз. Күш саусақ 8-ның үстінде тұрады, үстіңгі шегін басады. Және 2 қағыс кетсем. Және қайтадан бастап орнымызға барамыз. Мен деген сөзді айтамыз. 3-ке барамыз. 3-ті, 4-ті былай ұстаймыз жалпы. 4-тің жоғары жағындағы шегін екінші саусақпен басып, бір қағыс жасаймыз. Мен және сен деген сөзді 4-ке барамыз, дәл жаңағыдай бір қағыс. Сен, ой деген там деп тұрамыз. Бұл 6-ға барамыз. 6-ны былай ұстаймыз, дәл жаңағыдай қайталанып жатыр. 3 жүріс. Және там деп тұрамыз. 4 қағыс жасаймыз. Там. Яғни ой. Яғни жалпы тартқанда бірінші қатар алыс кетсем мен сен ой. Жалпы осылай болды. Тек 3-ті, 4-ті және 6-ны ғана бастық. Байқап отырсаңыздар, өте оңай. Екінші қатар сағыныштың сазымен ән сап жүрем туған жер. Енді осы сөздерді салайық. Сағыныштың, са деген бірінші 3-ті басамыз. Са, бір қағыс, дәл жаңағыдай. Ғ деген сөзді буынды 4-ке барамызда бір қағыс, дәл жаңағыдай. Ғ және ныштың сазы деген сөздердің барлығын 6-ға барып тартамыз. Ныштың сазы 4 қағыс жасадым, байқап отырсаңыздар. Одан кейін мен деген сөзді 8-ге барамызда 8-ді былай ұстаймыз. Бұл екінші жаттығуда осылай ұсталатын еді. Мұқият қарап отырыңыздар. 8-ді былай, ал 9-ның жоғары жағындағы шегін екінші саусақпен бастым. Және 2 қағыс. Мен және ән сап жүрем. Ән сап жүр деген сөздерді 3-ке барамыз. Тағы да қайтадан сол орынға 3 қағыс жасаймыз. Ән сап жүр. Ем деген ашық. Ем. Тек бір қағыс. Одан кейін туған деген сөзді 1-ге барамыз. 1 естеріңізде болар. 2 саусақтап былай басылады. Бірінші саусақпен 1-ді басамыз. Кішкентай саусағымызбен 3-тің жоғары жағындағы пернені басамыз. 2 қағыс жасаймыз. Туған. Және жер дегенді мен сіздерге бұрындар айтатынмын. Және жер деген сөзді мен сіздерге бұрынғы кездерде үнемі айтатынмын. 8 қағыс ашық, тез қағысқа саламыз деп. Там. Енді сіз жаңа ғана ортаны үйренгендіктен ортаға салайық. Жер деп созамыз. 8 қағыс, тез қағыспен. Жер. Яғни жалпы тартқанда куплетін бір рет тартып көрсетейін. Мұқият қарап отырыңыз. Сіз
Бұл куплет 4 қатардан құралған, оның 2 қатарын тартуды үйренсеңіз болды. Қалған 2 қатарын сол тартуды домбырадағы ойнағанды қайталай саласыз. Алыс кетсем мен сен аңсап жүрем. Және дәл осы жерде өзгеріс аңсап жүрем деп қазір ғана айттым. Дәл соны енді айтпаймыз, сөзін айтпай, соны тек домбырада тартамыз. 3 жүріс, 3, 4, 6. Тек 3, 4, 6, 3-ке біреу, 4-ке біреу, 6-ға 2 рет тартамыз. Осыны тек сөзін айтпаймыз. Одан кейін сағыныштың сазымен ән сап жүремеді. Сағыныштың сазымен ән сап жүрем туған жер. Келесі ретте әннің қайырмасын үйренейік. Қайырманың бірінші қатарының сөзі туған жер өзің дегенде. Осыны әуенге салсақ, ең бірінші осы жерінде өзгеріс бар. Әннің ең керемет жері туған жер ө деген сөздерді үшті кәдімгідей 2 саусақтап басамыз, былай бастық. Енді 5 қағысты арасын кідіртпей ешқандай тоқтаусыз тез қағамыз. Туған жері. Одан кейін зің деген сөзде ашамыз, ашық зің. Міне осылай шығу керек. Туған жері. Одан кейін деген сөзін бірге барамызда 2 қағыс жасаймыз. Бірді дәл 2 саусақтап тартқан сияқты кәдімгідей басамыз. 3 саусақпен 3-тің жоғары жағын 2 қағыс. Деген. Жайып тартамыз бұны кәдімгідей. Одан кейін де дегенде 6-ға түсеміз. 6-ны кәдімгідей екінші жаттығуды ұстаған сияқты 2 саусақтап 2 қағыс. Және жүремін әр дегенді дәл жаңағыдай туған жер ө деп тарттық қой біз. Жаңа 5 қағыс тарттық, 3-ке барып тез дәл соны қайталаймыз. Тек сөз ауысады. Жүремін әр. Және жаңа біз зің дегенде ашқанбыз, енді сөз ауысады. Кез дегенде ашамыз. Кез. Және одан кейін елең деген сөзді бірге барамызда 2 қағыс жасаймыз. Бірді кәдімгідей 2 саусақтап ұстаймыз, былай. Елең. Және деп дегенде біз ашық де. Жалпы былай болады. Туған жер өзің дегенде жүремін әр кез елеңде. Бұл қайырманың алғашқы 2 қатары ғана орта ұсталады, байқап отырсаңыздар. 2 қатардан кейін куплетінде де сондай. Яғни жалпы тартқан кезде әніміздің қайырмасы былай шығу керек. Туған жер өзің дегенде жүремін әр кез елеңде. Бір сезім билеп алады-ау, жүрегім дүрсіл қағады-ау. Және нүкте. Міне осылайша біздің қайырмамыз да аяқталады. Ал енді 3-ші қатарын үйренейік. 3-ші қатарының сөзі бір сезім билеп алады-ау. Бір деген сөзді 3-ке барамыз, 2 саусақтап былай ұстаймыз, 1 қағыс жасаймыз. Бір. Одан кейін сезім деген сөзді 4-ке барып айтамыз, 4-ті 1 қағыс жасаймыз, 4-ті былай ұстаймыз 2 саусақтап. Сезім деп айтып үлгеріңіздер. Одан кейін бөлеп ала деген сөздерді 6-ға барамыз, 6-да 2 саусақтап былай ұстаймыз. Бас бармақ жоғары жағында тұрады. 4 қағыс жасаймыз. Бөлеп ала. Одан кейін дау дегенді 8-ге барамыз. 8-де 2 саусақтап былай ұстаймыз. Бас бармақ жоғары жағында тұрады. Және 2 қағыс дау. Одан кейін жүрегім дүр дегенді дәл жаңағыдай 5 қағысты тез тартып жібереміз. Ал сіл деген кезде ашамыз. Жүрегім дүр сіл. Яғни жүрегім дір дегенді сол 5 қағысты тартқан кезде айтамыз. Жүрегім дүр. Және сіл деген кезде 1 қағысы тартамыз. Сіл. Одан кейін қаға дегенді бірге барамыз.
Бірінші пенен екі саусақтап былай ұстаймыз, бас бармақ жоғары жағында тұрады және екі қағыш жасаймыз. Қаға және дау деген кезде ашық деп айтатынмын, үнемі ашық, орта енді. Дау. Есіңізге сала кетейін, бұл әнде 3 куплет болғандықтан проигрышты 2 рет ойнайсыз. Яғни бірінші проигрышты үнемі басында ойнаймыз, есіңізде болса. Одан кейін екінші куплет аяқталғаннан кейін, қайырманы 2 рет қайталап болғаннан кейін проигрышты тағы да 1 рет ойнауды ұмытпаңыз. Ендеше сізге түсінікті болу үшін 1 рет толық орындап көрсетейін, мұқият қарап отырыңыз. Бұл әннің куплетінде де ерекшеліктер бар. Яғни, мысалы үшін бірінші куплетіндегі сөз бірінші қатардағы аңсап жүрем. Дәл осы сөзді біз 3 жүрісті сөзін айтып болғаннан кейін бөлек тағы да 1 рет тартатындығымыз, соны ұмытпаңыз. Дәл осы келесі куплеттерінде де келеді, тек сөздері ауысқан, соған мән беріңіз, менің айтқаныма қарап ұғып алыңыз барлығын. Ендеше бастайын. Алыс кетсем мен сен ой, аңсап жүрем, сағыныштың сазымен ән сап жүрем туған жер. Ауылымның түтін ой, қымбат маған белдер ай, күн қақтаған туған жер. Туған жер өзің дегенде жүремін әркез елеңдеп. Бір сезім билеп алады-ау, жүрегім дүрсіл қағады. Туған жер өзің дегенде жүремін әркез елеңдеп. Бір сезім билеп алады-ау, жүрегім дүрсіл қағады. Көзді тартып шайнайды далаң гүлден, қасиетіңді қашанда балаң білген туған жер. Бұл өмірде шіркін ай, не жетеді құшағында әкем мен анам жүрген туған жер. Туған жер өзің дегенде жүремін әркез елеңдеп. Бір сезім билеп алады-ау, жүрегім дүрсіл қағады. Туған жер өзің дегенде жүремін әркез елеңдеп. Бір сезім билеп алады-ау, жүрегім дүрсіл қағады. Жанғасан бередім мен, жарар мекен сәл ғана керегін туған жер. Сенсіз көрген жарығым су қараңғы, сенсіз келген қызықтың керегіне туған жер. Туған жер өзің дегенде жүремін әркез елеңдеп. Бір сезім билеп алады-ау, жүрегім дүрсіл қағады. Туған жер өзің дегенде жүремін әркез елеңдеп. Бір сезім билеп алады-ау, жүрегім дүрсіл қағады. Және ең соңында дәл жаңағы жүрегім дүрсіл қағады-ау деген сөздерді 3 рет қайталаймыз. Жүрегім дүрсіл, жүрегім дүрсіл, жүрегім дүрсіл және қағады.
Мінекей жалпы әнді осылай аяқтасақ керемет шығады. Негізінде туған жерге арналған керемет қазақтың әні деп ойлаймын. Маған қатты ұнайды. Сіз де домбырада әдемі қылып орындайсыз деген ойдамын. Осымен сіз домбырадағы 6-шы әніңізді бүгін үйрендіңіз. Сізге бүгінгі сабақ ұнады деген ойдамын. Ендеше лайк басуды ұмытпаңыз, және маған тіркелмеген болсаңыз міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Келесі сабаққа дейін сау саламатта болыңыз.